Қайырлы кеш оқырмандар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін аджика дайындайтын боламыз. Кез келген тағаммен соус ретінде керемет үйлесетін ең дәмді аджика дер едім осы рецепті. Өйткені мен жыл сайын осы рецептпен жасап тұрамын. Үйдегілерге де басқаларына да өте қатты ұнайды. Бізге керекті заттар қызанақ, болгар бұрышы, ащы бұрыш, кинза, петрушка немесе сарымсақ. Не кинза, не петрушка екеуінің біреусін қоссаңыздар болады. Мен бұл жерде кинзаны пайдаландым. Ең алдымен біз қызанақтарымызды мясорубкадан өткізуге дайындап алатын боламыз. Видеоның маңызды сәттерін өткізіп алмас үшін міндетті түрде соңына дейін қарап көресіздер. Өйткені қайсысын қанша сағат қайнату керегін осы видео барысында көрсететін боламын. Қызанағымызды осылай мясорубкадан өткізіп дайындап алатын боламыз. Бір ыдысымызға құйып, енді аджиканы қайнататын ыдысымызды газымызға қойып, ең алдымен сұйық майымызды, одан кейін қызанағымызды салып, 1,5 сағат шамасында қайнатамыз. Қайнату барысында қақпағын жабу міндетті емес, қақпағын ашып қайнатқандарыңыз дұрыс. Осылай араластырып алып, қайнағаннан кейін астын орташадан төмендеу етіп қоямыз. Қатты қайнап кетпеу керек, және де қатты қайнамай қалмауы да керек қой. Жай ғана бұрқылдап қайнауы керек. Енді осы аралықта біз перецтерімізді, яғни бұрыштарымызды турап, оны да мясорубкадан өткізіп алатын боламыз. Мен ащы бұрышты 100 грамм қостым. Сіздер аз немесе көп қылып қоссаңыздар да болады дәміне қарай. Басындағы осы жасыл несін алып тастап, дәнімен бірге өткізе беретін боламыз. Сарымсағымызды да осы уақытта өткізіп дайындап қоямыз. Бөлек өткіземіз сарымсақты ыдысқа, өйткені оны бөлек қосамыз. Енді 1,5 сағат қызанағымыз қайнағаннан кейін біз бұрышымызды қосамыз. Жаңағы тәтті бұрыш пен ащы бұрышты қосып, тағы да 40 минут қайнататын боламыз. Біркелкі етіп араластырып алатын боламыз. Араластырып алғаннан кейін тағы да отымызға қойып қайнатып алатын боламыз. 40 минут өткеннен кейін біз ас көгімізді саламыз. Кинза, яғни кинзамызды салып, араластырып, тағы да 15 минут қайнататын боламыз. Осы аралықта тұзымызды, қантымызды салып алатын боламыз. Мен 3 ас қасық тұз, 3 ас қасық қант салдым. Сіздер дәміне қарай не аз, не көп қоссаңыздар да болады. Біз үшін осы 3 ас қасық тұз бен 3 ас қасық қант өте керемет үйлесті аджиканың дәміне. 15 минутқа қойып алатын боламыз. Міне аджикамыз дайын болып қалды. Өте осындай тәбет ашарлықтай дәмді болып шығады. Енді банкамызды және крышкаларын стерилдеп дайындап қоямыз. 15 минут өткеннен кейін сарымсағымызды салып, тағы да 5 минут қайнатамыз. Осы 5 минуттан кейін банкаларымызға ыстықтай құйып жауып алатын боламыз. Осылай араластырып 5 минут қайнатамыз. 5 минуттан кейін банкаларымызға құйып жауып алатын боламыз. Енді өте дәмді болып шығады. Осы аджиканы бір рет жасап көрсеңіздер, тұрақты жасап тұрасыздар. Өйткені кез келген тамақпен соус ретінде де керемет үйлесетін аджика дер едім. Міне осылай дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Тағы да айта кететін жайт, жауып болғаннан кейін крышканы, банкамызды төңкеріп, осылай жылы плитпен жауып қоюды да ұмытпаңыздар. Бір күнге қойсаңыздар жетеді.